Қазақ тілі пәні тақырыбы хабарлы сөйлем. Дана, қандай сабақ оқып отырсың? Мен қазақ тілін оқып отырмын. Дана, тыныс белгілері дегеніміз не? Тыныс белгілері дегеніміз жазуға тән шартты белгілер жүйесі. Мынау тыныс белгілері. Тыныс белгілеріне нүкте, көп нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі, үтір, сызықша, қос нүкте, нүктелі үтір, тырнақша, жақша жатады. Түсінікті. Алина, хабарлы сөйлем дегеніміз не? Егер сөйлем бір нәрсені хабарлап тұрса, бұл хабарлы сөйлем болады. Мысалы, біз кеше мұражайға бардық деген хабарлы сөйлем болады. Соңына нүкте қоямыз. Жарайсың, Алина. Білгенің жөн. Белгілі бір іс-әрекетке өз ойыңды білдіруге болады. Ұнайды, ұнамайды. Себебі деген сөздерді өз ойын білдіру үшін қолданады. Мысалы, маған үзіліс уақыты ұнайды. Себебі біз үзіліс кезінде демаламыз. Жиырма тоғызыншы жаттығу 88-ші бет. Үзілісте атты мәтінін түсініп оқы. Оқыған сәтіңді аудио жазбаға жазып ал. Қарашаның 26-сы 30-шы жаттығу 88-ші бет. Сөйлемдерді көшіріп жаз. 32-ші жаттығу 90-шы бет. Суреттерге қарап, үзіліс кезінде демалуға арналған ережелерді құрастыр. Құрастырған ережелеріңді дәптерге жаз.